осы таяуда ғана педагогикалық шеберлік деген бір конкурсқа осы былтырда мен қазы болдым, биыл да қазы болдым. Алып отқан жұмыстарды көргенде мен шын айту керек, қатты қынжылам. Неге? Себебі қарапайым өздерінің тәжірибесін бөлісіп айта алмаған үздік деген мұғалімдердің жұмысы келіп тұр. Солардың ішінде дұрыс Word программасын пайдалана алмайтын, бағдарламасын, дұрыс мәтінді құрап жаза алмайтын, бәрі плагиат, интернет көшірмедегі рефераттар сияқты жұмыстар келеді. Неге? Яғни бұл біздің әлеуетіміздің, мұғалімдер әлеуетінің нашарлығын көрсетеді. Ал енді соны мұғалім жаза алмай отқан жобамен тәжірибені біз баладан талап етіп отырмыз ғой. Балаға жоба жаздырамыз дейміз. Оның артының бәрі өтірік. Сағат көбірек алу үшін мектептің танысы болу керексің, туысы болу керексің, не ақша төлеу керексің деген сияқты, әлде бір жақсы қарым-қатынаста болу керексің директормен. 16 сағатпен ғана сабақ беру керек. Бірақ 16 сағатпен жүрген мұғалімді көп көрмейсіз. Олар 32 сағатты алып алған, 28 сағатты алып алған мұғалімдер бар. Бұл меніңше қылмыс деп қарау керек. Неге? 16 сағатта сабақ, сыныптық сағаттан бөлек, академиялық сағаттан бөлек, сол сабаққа дайындалатын мұғалімде мүмкіндік жоқ. Соны істемегеннен кейін білімде сапа жоқ. Ал 16 сағатпен міндетті, бұл қатып қалған қағида, 16-тан артық ешқандай мектеп бермесін деп осындай бір қарар шығарып, соны бір қадағалайтын болса, бұл реттеледі. Сонда мұғалімнің қаншалықты тапшы екенін біздің қоғам түсінеді. Тұрақты бәрібірде кіргеннен кейін ақшамды өткіздім, директорға бітті, енді менің мұртымды балта шаппайды деп жүрмеу керек та. Ондай кезде жаңағыдай істейтін болса, мүмкін әр адам өзінің жұмысына сәл болса жауапкершілік алады. Мереке ханым, келесі сұраққа көшсек, соңғы кезде мектеп мұғалімдеріне қойылған талаптың бірі квалификациялық тест тапсыру. Бұл да бір майдан деп жатады, бұл қаншалықты қажет деп ойлайсыз? Себебі 1-2 аптаға бар келіп, 2 аптада бірдеңе шынымен үйреніп келіп, квалификациясы өсе ме, өспей ме? Мұғалім негізі өне бойы іздену керек. Өне бойы ізденетін мамандықтың бірі ол мұғалім. Бірақ біздің ең үлкен қиындығымыз, біз тестпен ғана шешкіміз келеді, ал тесттің сапасы қандай екеніне мән бермейміз. Біздің тесттеріміз, тіпті мына ОБТ-дағы тесттің барлығы да тек ашық тест. Ашық тест ол білімнің көрсеткіші емес. Білімнің көрсеткіші болмайтын себебі онда белгілі бір қаламгердің қай жылы туған, немесе қай еңбегі қай жылы шыққаны деген сияқты осындай сұрақтар жүреді. Енді осы қазіргі тесттің мен түгел қарап шықтым негізі. Тестті түгел мұқият қарадым, сұрақтарды сараладым. Сол кезде мен таңғалдырғаны, мынау педагогика, психология саласы бойынша бір 300 тестті біздің министрлік дайындап бере алмаған сияқты. Неге? Себебі ішінде таза аударма мәтіндер жүр. Қазақша оқып оны түсіну мүмкін емес. Орысшасын қалай еді деп барып ойланып барып, әрең түсінуге болатындай бір логикасы жоқ, құрылымы дұрыс емес сөйлемдер, көшірінді дүниелер жүр. Оның ішінде де білімдік деңгейдің көрсеткіші жоқ. Педагогикада, психологияда. Бұны мұғалімдер барлығы тапсырып атқан уақытта шулады ғой, шулады, көрсетті, мынау тесттер дұрыс емес деген уақытта біздің министрлік не істеді? Министрлік жалып берді. Ондай болса, педагогика, психологияны алып тастаймыз деді. Рахмет, Береке ханым, келесі сұраққа көрсек, қоғамдағы өзекті мәселенің бірі хиджаб кию. Біз алдын ала сөйлескенбіз, ол сұрақ бойынша мектеп оқушыларына немесе мектеп мұғалімдеріне хиджаб кию туралы пікіріңізді білдірсеңіз. Қазіргі біздің қоғамдағы ең үлкен ауру дерт бұл дін сияқты. Енді бір ойлы адамның сөзін оқыдым, яғни діннен ақшаны сыпырып алып тастаса, дін өзі ақ жойылады депті. Біздің ел зайырлы мемлекет. Біз мұсылманмыз, әрқайсымыз енді зайырлы мемлекет болғаннан кейін дінге белгілі бір шек жоқ. Бірақ адам дінге өзінің көзқарасы, сыни пайымы тұрақталған кезде, яғни кәмелет жасына келгенде, 18-ге келгенде барып қана дінді ұстануға рұқсат ету керек сияқты. Бұл нені білдіреді? Бастауыштан бастап ораза тұтып отыр деген сөз балалар. Соған мектеп түгелі көз жұмып мүмкіндік беріп отыр деген сөз. Тіпті кеше ғана, күні кеше хиджабты мектепке кіргізіңдер деп осы таптап беріп отыр мектепке. Бізде министрдің өзіне қандай қысым жасады? Өткенде Ғани мырзаға мысалы ол кісі сасқанына не айтарын білмей барып, үндемей қалып еді, осының өзі шу болды. Ал олай болу тиісті емес. Мектеп, дін, мына қоғамдық мемлекеттік саясаттан бөлек. Ендеше мектепте хиджаб киюге
Одан кейін ораза тұтуға шек қою керек. Сіздерге қатысты мысалы олар 18-ге толып енді оқып, енді үлкен кісілер болуы мүмкін араларында, енді олар хиджаб кисе қалай болады? Мектеп тәртібі ортақ қой, ереже ортақ. Мектепте жұмыс істеп отырсыз ба, кез келген жерде жұмыс істеп отырған адам ол ережеге бағыну керек. Меніңше бұл шаған сондай көзқараспен келсе, бұл өзінен жойылатын шығар деп ойлап отырмын. Қазір буллинг актив қолданылатын терминге айналды. Мысалы, бір жыл шамасы бұрын Астана қаласында жасөспірім буллингтің кесірінен 12-ші қабаттан секіріп кетті, көз жұмды. Енді буллингке қатысты не айта аласыз? Тәртіпке байланысты. Ол отбасыларға байланысты. Отбасылардың қазіргі ең қиын жағдайы күнкөрістің жамандығы. Неге кейінгі кезде осы мына күнкөрістің шегінің өте төмендегені туралы ақпарат көбейіп кетті. Бұл қоғамның қазіргі ахуалы. Күнкөрістің қамымен жүрген ел балалардың тәрбиесін осал қылды қазір. Қоя берді шыны. Дұрыс айтасыз, біз журналистер сондай бір факт болғанда мектепке бір жерге барсақ, бізді ішке кіргізбей, бәрі жақсы, тыныш деп бізді қуалайды. Негізі ол проблемаларды көтеріп айту керек қой. Резонанс болып, соған кішкене назар аударып, шешілетін болып тұр ғой. Ал енді жаңағы жасөспірімге келсек, ана 12-ші қабаттан секірген. Енді осы ситуацияда мысалы үйдегі тәрбие деп жатсыз, бірақ ол бала тәрбиелі болуы мүмкін, бірақ мектепте енді бұзақы балалар бар енді мысалы. Енді онда кім кінәлі? Мектеп те кінәлі, ата-анада ма, или әлде біреуі ғана ма? Сосын кез келген осындай біз шараларға мектепті, мектеп мұғалімін, оқу ісіндегі жауапты адамдарды жазалау бар. Олардың жауапкершілігі жоқ деуге болмайды. Мектеп психологы деген әр мектепте біреу ғана. Қандай жағдай болып атқанына бейхабар, мектепте не жағдай болып атқанына, ертең мектепті жарып жіберсе де ешкім білмей қалуы мүмкін. Бұның бәрі жұмыс істелмейді. Арнайы орындар жұмыс істеп атқан жоқ, психологтар жұмыс істеп атқан жоқ. Құзыретті ме солар? Құзыретті мамандықты алып шыққандар ма? Сосын тәрбие әр сынып жетекшісі өз сыныбындағы ахуалды неге білмейді? Оларды білу керек қой, олардың көз алдында бәлен сағат отыр ғой сол оқушы. Сонда сұхбатымыздың екінші бөліміне көшеміз, ол университет, мектептен жоғары білім беру мәселесіне. Мұнда қандай проблемалар бар? Біз бірден технология көштік, бірақ формасын қабылдаған көп университеттер, а мазмұнды кіргізе алмаған. Мазмұн кірмегеннен кейін міндетті түрде ол шалағай жұмыс шығады. Мысалы, орта білім бізде 12 жыл болу керек, егерде шын мәнісінде біз баллон үдерісіне көшетін болсақ. Онда жоғарғы білім бізде 3 жыл болу керек, бакалавриат. Бізде бакалавриат қазір 4 жыл. 4 жыл болғанда қараңыз, 4 жылдың ішінде олар 50%-на дейін, 40%-дан аса мына ортақ пәндер бар ғой. Әлеуметтану, физкультура, тағы сол тіл сабақтар. Осыларды оқиды, тарихты қайталап оқиды, тағы сол сияқты. Оқиды да негізгі маманданатын өзінің мамандыққа бағытталған пәндерінен өте нашар. Әрі оның үстіне сол мамандыққа бағытталатын пәндерде элективті пән қылып қойған, таңдау пәні қылып тасталған. Әр университет таңдау бойынша, кейбіреулер таңдайды ол пәнді, таңдамайды. Сонда біздің тәжірибемізде мынау ағылшындардың консервативтік жүйесі деген бар. Білім саласына келгенде ол өзгере бермеу керек. Ол консервативтік ұстанымда болу керек. Себебі оның мазмұнын ұстау керек, қайткенде мамандықтың. Осы жағы жоқ. Енді үлкен проблема. Жоғарғы мектептерде қазір мына ғалымдар бар енді. Жоғарғы мектепке баратын кез келген маман ол тосыннан бармайды. Ол сол саланың маманы болып барады. Әрқайсы өз саласы бойынша. Енді сол мамандар қазір сол саланы жетілдіру үшін монографиялар жазу, оқулықтар жазу, оқу құралдарын жазу деген дүниеден шектеліп бара жатыр. Неге? Себебі бұған қажеттілік туғызбай отыр министрлік. Министрліктің қазір ең үлкен проблемасы шетелдік мынау Scopus журналдарына мақала жариялаумен ғылымды өлшеп отыр. Ғылым жоқ, ғылым жоғалды, тоқтады, тұралап тұр қазіргі жағдайда. Себебі монархия жазылмайды. Мен педагогикаға байланысты тәрбие теориясынан сабақ бердім былтырғы курста. Сол кезде тәрбие теориясынан жазылған еңбектердің ішінде кейінгі жылдары шыққан еңбек жоқ. Бәрі анау кезіндегі Макаренко, Сухомлинскийдің теорияларымен көшірілген қазақша бір кітаптар. Ал Мағжан қайда? Мағжан теориясы қайда? Өзіміздің ұлттық идеологиялық теория қайда? Осы мәселе жоқ. Одан кейінгі проблема мына сол мамандар даярлайтын, PhD докторанттар даярлайтын жоғарғы мектеп өздерінің жоғарғы аттестаттау кеңесіне кімдер алып отыр құрамына?
оларға қойылған шек бойынша олар Scopus'та 3-4 мақаласы болу керек, 4 хиршасы болу керек. Хирша деген оқылымы болу керек. Сондай жағдайда ғана олар жетекші болып отыр. Енді сол жетекшілерге сол саланы енді мен біліп отырмын, өз салам бойынша кімдер бар екен. Олардың біреуі жаңағы талаптар бойынша кіре алмайды екен жаңа кеңеске. Сонда кім кіріп отыр? Көлденең адам кіріп отыр. Ал Scopus қалай жазылады? Ақшамен жазылады, бірігіп жазылады. Ол сауда. Кімнің саудасы, қай жақтың саудасы білмеймін, осы. Енді осыны жоғарғы министрлік, ғылым министрлік осыны бір түсірмей қойды. Негізгі талаптар. Рахмет, келесі сұраққа көшсек, жоғары оқу орындарында білім алу қазір екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт, грантқа қол жеткізу оңай емес. Енді бұрындағыдай совет үкімет кезіндегідей тегін білім алу мүмкін бе қазіргі заманда? Енді өзіңіз де сол совет кезінде оқыған. Тегіннің ешқандай татымы жоқ осы күні. Қазір нарықтық экономикадамыз ғой біз. Бұл тегін болады дегенге мен сенбеймін. Гранттар бөлініп отыр. Сол гранттардың өзі белгілі дәрежеде тегіндік деп ойлаймын. Ал енді біздің университеттердегі ең қиын мәселе мынау ақылы оқитын студенттердің санын шексіз көбейтіп алу. Оған әлеуеті жетсін, жетпесін, мұғалімдердің саны кірсін, кірмесін, шексіз студенттерді қабылдап алу. Себебі ақша тұр ғой. Ақша ол соны қаржыландырып отыр сол университетті. Олар сессия кезінде енді ақшамен жабатындар көп, мысалы даже диплом алсын, бакалавриат болсын, магистратура болсын, ақша төлей салатындар көп қой, жас беретіндер де көп. Бұл тазалаудың дұрыс еместігі, академиялық тазалықтың жоқтығынан бұндай өкінішке қарай бар. Бұның бәрін реттеуге болады деп ойлаймын. Меніңше мұғалім енді қазақ мынадай жақсы сөз айтады. Ет сасса дейді, тұз себерсің дейді. Ал тұз сасса не себесің дейді. Соны оқытып отқан ұстаз солай істеп отырса, онда біздің қоғамның шіріп біткендігі ғой. Ондай болуы тиіс емес нәрсе ғой. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Қазір студенттердің көбісі жұмыс істейді, оны білесіз. Тіпті ақша табамын деп түнгі сменаға да түседі. Енді сөйтіп екі бөліп жүрген адамдар енді қандай маман болады олар ертең? Енді түні бойы жұмыс істеп, ұйықтап параға келсе де кешігіп келуі мүмкін, оны ұйықтағысы келіп отыр. Нарықтық заманда жалпы жұмыс істеме деу дұрыс емес. Жұмыс істеу керек. Жұмыс істесін. Егер де сол өзінің саласына көмек ететін жұмыс болса. Мысалы, мына гостиничный бизнес дейді ғой, қонақ үй бизнес. Сондағы оқып жатқан балалар сол жерде барып даяшы болуына болады. Ал енді кез келген оқу орнының баласы барып даяшы болып түн үшін жүреді. Түн ішінде неше түрлі жаман ортаны, әртүрлі жағдайды көреді де таңертең сабағына кешігеді. Бұған шек қою керек. Енді қараңыз, проблеманың өзі қалай болып тұр? Егер жатақханада орын болғанда, студенттер бәлкім жұмыс істемес еді. Енді қазір білесіз, елде ондай проблема бар. Енді олар пәтерді жалға алады, оны төлеу керек, ол да ақша ғой. Енді сол себептен болып тұр ғой бірсе. Жаңағы айтып отырмын ғой, бұл мәселеге біз жауап бердік. Себебі шексіз студентті қабылдауға керегі жоқ оқу орындарына. Себебі оны қамтамасыз ете алмай отыр. Жатақханамен қамтамасыз ете алмасаң, неге аласың сонша студентті? Біріншіден, ақшаны қолаудың қажеті қанша? Сосын міне олар жатақхана салыну керек. Жасыратын жоқ, бізде қазір көбірек мешіт салынады ғой. Жалғастырып өтейін, мысалы айтып жатсыз, оны студенттерді ала береді, ақша не деп. Бірақ енді қазақтарда ондай бар ғой, мысалы сен университетке түспесең, жоғары білім болмаса, саған уже күліп қарайды да, мысалы әр адам мен университет бітірдім деген атаққа керек екен, жұмысқа кірсе де. Қоғам бұл өзгермелі, қоғамның көзқарасын өзгертуге болады. Егер осыған басымдық берсе, олар табыстырақ болып жатса, болады. Ал енді сөйте отыра неге диплом алып тырнақ жөндейтін, кірпік жасайтын, тағы сол сияқты мамандықтарда жүр қыздарымыз. Ендеше сол сала қажеттілігі қоғамда көрініп тұр деген сөз. Машина жөндеу саласындағы қажеттілік күнбе-күн артып отыр, ол ешқайда кетіп қалған жоқ. Шағын осындай мекемелердің жұмыстың сұранысы көп қой, оған барып ақша табатын олар көз жетіп отыр ғой. Жақсы, келесі сұрақ, міне әйелдер, қыздар қауымына тоқтасақ, көбісі магистратура бітіреді, докторантура бітіреді, содан олар үйленеді, үйде отырады, ошақтың жанында, хотя нелер бар, бір магистр деген аты бар мысалы. Енді ол қазақтың халқының несі ма? Қазақ әйелдеріне сондай көрінісі ме? Мен олай деп байқамадым.